2024 жылы ең төменгі жалақы мен зейнетақы туралы айтып өтемін. Қайырлы күн баршаңызға. Аталған жобаға сәйкес 2024 жылы 1 қаңтардан бастап ең төменгі жалақы 70 мың теңге, айлық есептік көрсеткіш 3692 теңге. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемнің ең төменгі мөлшері 28215 теңге, ең төменгі зейнетақы 57853 теңге. Базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеу үшін ең төменгі күнкөріс деңгейі 43407 теңге болмақ. Сондай-ақ жасы бойынша және еңбек өтілі бойынша зейнетақы төлемдерінің 9%-ға арттыру көзделген. Төлеуге жататын міндетті медициналық сақтандыруға мемлекет жарналарының мөлшері мемлекеттік жарналарды есептеу объектісінің 1,9% болды. Бюджеттен төленетін зейнетақының орташа жиынтық мөлшері бірыңғай зейнетақы орнынан төленетін төлемдерді есепке алмағанда 2024 жылы 130.414 теңгені, 2023 жылы 120.838 теңгені құрайды деп хабарлайды Еңбек министрлігі. Әскери қызметкерлерге шұғыл әскери қызметкерлерді қоспағанда және арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының мемлекеттік фельдъегерлік қызметкерлеріне тұрғын үйді ұстауға және коммуналдық төлемдерді төлеуге арналған ақшалай төлемақы мөлшері өзгермейді және 3739 теңге болады. Алда 1 миллион теңге кімге бермек? Сол туралы айтып өтемін. Каналымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп, лайк басып қолдап қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.